Жәнібек пен Керейден бастау алған бектілігіміз бен тектілігіміз әр қазақтың қанынан, жүрегінің жанынан орын алған. 62 тамырымызда аққан қанымыздың негізігі ар мен намыстан тұрады. Жұдырықтай жұмыр жүрегіміз имандылықтың тұрағы. Батыр бабаларымыздың әр соққан сойылы, шапқан қылышы, түйреген найзасы тәуелсіздігімізге бір қадам болса да жақындатқаны ақиқат. Арыстандай азулы ер жүрек ерлеріміз ертеңгі ұрпақ үшін елеңдеп, есесін жауына бермегені шындық. Тәуелсіздік атты қасиетті де қастерлі ұғымның астарында ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсап кеткен асқақ армандары, елі мен жерін қорғап, аттың жалында, атанның қомында өткен күреске толы тағдырлары жатыр. Қазақ еліміздің Атыраудан Алтайға дейінгі кең байтақ жерін жау қолына бермеу үшін қаншама батырларымыз шейіт болды десеңізші. Атамекен қасиетті жерді болашақ ұрпаққа аманат, мұраға қалдыру үшін қасықтай қаны қалғанша шайқасқан ержүрек батырлардың бірі Келімбердіұлы Ақпан батыр. Батыр бабамыз Әлмисақтан бермен қарай осы бір ұлы дала төскейін ұлысын айналдырып, ұрпақ өрбітіп, қазақ атты ұлттың ұйысқан алтын ұясын жасай білді. Қазақ хандығын 50 жылға жуық билеген Қасым ханұлы Хақназардың жер қайысқан әскері сапында талай жорықтарды бастан кешкен батыр бабамыз Ақпан еңсегей бойлы ересін билеген дәуірде 1531-1605 жылдарда өмір сүрген. Бұл деректер атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа қазақ халқының жыр дастандары мен халықтық шежірелерінің керекті әңгімелер негізінде келіп жеткен. Тарихи жырлар мен шежірелерге сүйенетін болсақ, Ақпан батыр 1531 жылы ақпан айында Түркістан аймағындағы Адайұлы Келімберді батырдың шаңырағында дүниеге келген. Ақпан батыр туралы елдің мұңын, зарын күй жырмен жеткізген суырып салма ақын жыраулар Абыл Тілеуұлы, Нұрым Шыршығұлұлы, Ақтан Керейұлынан жалғаса келе қазаққа белгілі қайыртпас қайсар ақын Қашаған Күржіманұлы, Аралбай Оңғарбекұлы, Ақтілеу Мұратұлы, Муса жырау, Қайролла мен Мұратбай, Жолжан, Таған, Тұрғанбай жыршылардың жырында, сонымен қатар басқа да авторлардың еңбектерінде, мәселен, Алшын Меңдалиевтің Адай шежіресі, Қамысбай Қаржаубайұлының Адай уезіндегі болыстар кітаптарында, Өмірзақ Озғанбаевтың, Бектұр Тұрғалиұлының, Сайын Назарбековтің, Асан Әбдіровтің, Есберген Іңірбайұлының, Қаржаубай Рейімбайұлының кітаптары мен мақалаларында молынан кездеседі. Жетібай Жылқышыұлының Адай шежіресі 9 томдық кітабында Арыс атасы Ақпан, Адайдың айтулы батыры болған, Құралайды көзге атқан мергені, қыран топшылы аңшысы, көңілі шалқар, жүрегі қобалжу білмейтін тайсалмас, ешкімнен теткі көрмей өскен жанға ұқсайды деп келеді. Келімбердіұлы Ақпан батыр тағдыр қосқан асыл жары Амандәулет қызы Айшадан бірнеше ұл қыздары болған. Бірақ бірін-бірі көрмей фәниде тұрақтамайды. Тек Қаракүшік атты бір ұлы ұрпағын жалғастырған. Оның есімін Қосай атасы ырымдап, Қаракүшік деп қойған көрінеді. Көп ұзамай Ақпанның жары Айша сырқаттанып, бақилыққа аттанады. Осыдан кейін Ақпан батыр үлкен ақсақалдар мен ағаларының ұйғаруымен Жаппас ауылының қызы Алтын есімді аруға үйленеді. Алтын арудан Қармыс, Сармыс атты екі ұлды болады. Шежіреге көз жүгіртер болсақ, Ақпаннан тек қана Қаракүшігінен ұрпақ тараған. Көнегөз қарияларымыздың айтуынша Ақпан батыр қайтыс болғаннан кейін Алтын анамыз төркін жұрты Жаппас ауылына барады. Жаппас елмен қатар көшіп жүріп, өсіп өнген көрінеді. Шежіреде 12 ата байылының 13-ші Алтын Жаппас руы болып жүрген осы Ақпан ұлдары Қармыс пен Сармыстың ұрпақтары деседі. Ақпан батыр жөнінде 5 ғасыр жырлайды 3 томдық өлеңдер жинағында ақын жырауларымыз елге үлгі нұсқа қылып айтып, жырға қосқанын ел білет, және бүгінгі жыршы термешілеріміз мемлекеттік деңгейдегі мерекелерде ас пен үлкен жиындарда жырлап жүр. Мәселен, есімі елге мәшһүр әйгілі ақын Қашаған Күржіманұлы өзінің Атамекен атты жыр дастанында Ақпан деген қарт батыр ел басына қос атты, жетелетіп жүргізді. Жауға мінер бос атты 500 әскер ауыр қол, бастығы Ақпан батыр сол, көпті көрген көнеге қараңғы тұман ол жүрсе, табылады екен сара жол деп қарт батыр Адай немересі Ақпан батыр 1600 жылдары Хиуа ханы Хажымның басқа да салықтарына қоса қыз салығына келіспей билегендегі
елді құтқару үшін және батыстағы 4 аймағымыздағы еділ қалмағынан босату үшін Хорезмнің ойынан 500 үй алшын кеншін ұрпақтарын бастап Маңғыстау түбегіне келгендігі айтылған. Үстіртте 4 түлігін төлдетіп, Сам Шағырлы, Тасастау Қайнар арасындағы шамамен 2300 жыл бұрынғы Сақ обасы төбенің іргесін айнала қоныстанғаны және осы үйік Ақпан атамыздың құрметіне Ақпан үйігі деп аталған. Әрі қарай Қарт Каспийді жағалай Жем Сағызға бет алып, 6 ата әлім, 7 ру, 12 ата байұлы, 8 арыс адай батырларымыз ауызбіршілікте Ақпан батырдың бастамасымен Еділ жайық арасын, Қобда, Ырғыз жерлерін қалмақтардан азат етіп, елді қоныстандырған. Осы ауыр шайқастарда жаудың улы жебесінен жараланып, шамамен 1605 жылдары Қобда мен Ырғыз арасында жауын жайпап, жеңіске жетіп, елі ұрпаққа аманат жер үшін ерлікпен Ор өзенінің бойында шахит өткендігі айтылады. Еліміз егемендік алғалы бері Ақпан ұрпақтары өз аталарының мазарын іздеумен келеді. Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жеткен мәліметтерде қазіргі Ақтөбе облысы Қобда Ырғыз арасында Ор өзенінің бойында деп келеді. Ақпан ұрпақтарының бірі Жармұхамбет ағамыз аталарынан естіген мәліметтерін былай жеткізеді. Кезінде 60-61 жылдары иманды болсын әкеміз Сұлтанғалимен барып зираттап, сонда әкеміз бұлай мұсылманша танитын Беге Көшбарам-бек Ишаннан дәріс алған сауатты кісі, сол барып, сол кезде осы тұрған құлыптасын қарап, оқып, басына зираттағанбыз. 2021 жылы Ақтөбелік Әлім ата ұрпақтарынан Ор өзенінің бойындағы қос мазар адайдың қос батыры Ақпан мен Құнанорыс батырлардың мазары деген ақпарат Ақпан ұрпақтарына да келіп жетті. Араға ғасырлар түсіп, мүжіле құлап, оның үстіне кеңестік құдайсыз белсенділер құлыптастар мен мазар тасын құрылысқа пайдаланған дейді жергілікті қария Көпжасар Мыңжасарұлы. 2021 жылы Ақпан ұрпақтары батыр бабасының басын қоршап, мәрмәр тастан қашап батыр ұрпақтары атынан белгі қойып, батыр рухына арнап ас садақасын берді. Маңғыстау жерінде Ақпан батырдың атымен аталатын жер-су аттары да жеткілікті бар. Атап айтар болсақ, Бейнеу ауданының Сам құмы, Шағырлы бетінде, Тұрыш ауылының солтүстік жағында 45 шақырым жерде Келімбердіұлы Ақпанның үйігі деп аталатын тарихи қорым бар. Бұл жөнінде атаңызға айналған қазақтың көнегөз ақын жыраулары мен шежірелерінің деректеріне сүйеніп, Маңғыстауға белгілі шежіреші қария Естерек Жаманбаев 1993 жылы Жаңа өмір газетінде Доңызтау жағында Ақпанның үйігі деген қорым бар. Ол Келімбердінің Ақпан үйген үйік деген. Өңірімізден шыққан ғалым Серікбол Қондыбай өзінің еңбектерінде Ақпан үйігі жер аты, үстіртте Сам құмының Шағырлы бетінде төбе, аңыз оны адайдың немересі Ақпандікі дейді. Сонымен қатар Серікбол Қондыбайдың толық шығармалар жинағында Маңғыстаудың Ақпан есімімен аталатын бірнеше жер, құдық аттарын атап көрсеткен. Мәселен, Қарағия ауданындағы Сеңгір құмының оңтүстік шығысындағы Ақпан соры, Ақпан тауы, Ақпан үңгірі, Ақпан құдығы деген жер атаулары Ақпан ұрпақтарының қоныс тепкен жерлер екендігінің дәлелі. Карелиннің еңбектерінде Маңғыстауды Кендірлі түбегіне дейін толық иемдеген қазақтар туралы мәліметінде Ақпанның ауылынан 200 үй деп айтылған. Осы маңайда қоныстанғандар туралы деректерге сай, бұл қоныстың адайдың Ақпанның атына ғана қатысы барлығын қуаттайды. Деректерге сүйенетін болсақ, Ақпан ұрпақтары бұдан 200 жыл бұрын 3 жерде қоныстанған. Еділ мен Жайықтың арасында 700 үй, төменгі Адай аймағында 200 үй, Бөгей ордасында 50 үйдей болған. Ларина Шелякова Лениздаттың «Особенности сельского хозяйства Адайского уезда» еңбегінде Ақпан ауыл туралы бірінші Адай болысының құрамындағы Ақпан ауылы жазда Жем өзенінің екі жағын жағалап, Оймауыт Сам құмын, қыста Бостан құмы мен Сахар тауы етегінде Шерғала тауына дейін келеді делінген. Ақпан ұрпақтарында Ахун, Ишан, молдалар мен билер көп болған.
Кеңес одағының зиялы қауымды қудалау саясаты кезінде көпшілігі атылып, басқалары ұрпақ амандығы үшін ел асып, шетелдерге көшкен. Қазіргі таңда Ақпан ұрпақтарының көпшілігі алыс жақын шетелдерде жүр. Ақпан ұрпақтарынан көптеген батырлар шыққан. Атап айтсақ, Бөтек, Жылыз, Таңатар, Шуақбай, Тілепі, Жұмағали Қалдығараев тағы да басқа да көптеген батырлар өткен. Ол туралы есімі елге әйгілі Ескелді Сүгір жырау, Ыбырайым Ахун да толғауларында жырға қосқанын білеміз. Сөз айтайын Ақпаннан, сырдағы құба Ақталдан. Ақпан деген ауылым аумайтын басқа бақ қонған. Қарсыластары Ақпаннан табанға түсіп тапталған, неше түрлі халыққа ерлігі артық мақталған, ғұмыры тәмам болғанша, жері жоқ жаудан тоқталған деп жырланған. Ақпанның батыр ұрпақтарының бірі Кеңес одағының батыры Жұмағали Қалдықараев. Батыр бабамыз елімізді жаудан қорғауда қайтпас қайсарлығымен көзге түскен. 1943 жылы Беларусь еліндегі ерлігі үшін 21 жасар Жұмағали Кеңес одағының батыр атағын иеленген. 1944 жылы 26 қаңтар күні Жұмағали батырымыз Беларусь елінің Мозыр қаласы үшін болған ауыр шайқаста шахид болған. Батырдың құрметіне Мозыр қаласында ескерткіш белгісімен мектеп атауы берілген. 5 мемлекетте Ресей, Белоруссия, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан елдеріне ортақ құрметтелгендіктен көше, мектеп аты берілген қаһарман батыр бабамыз Жұмағали Қалдығарауылының ерлік өмірі мемлекеттер мұражайларында насихатталып, ұрпаққа үлгі болуда. 2017 жылы Ақпан ұрпақтары 10 000 шақырымдық автошеру ұйымдастырып, жастарымыздың отанға деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру, туған жерін сүюге тәрбиелеу мақсатында батыр бабамыздың ерлігін дәріптеп, Маңғыстау облысының барлық аудан қалаларында іс-шаралар өткізілді. Беларусь елінде Гомел аймағында Мозыр қаласындағы бауырластар мазарына зияраттап, туған жерінен қасиетті топырақ салып, гүлдестемен бірге қасиетті туған жерінің жусан болмасын батыр баба мазарына құрметпен қойды. Жұмағали мазарының қасиетті қара топырағын әкеліп, Шопан ата маңына жерлеп, қазақ ұлттық халық қаһарманы Кеңес одағының батыры Жұмағали Қалдығарауылының ақ күмбезді тұрпат мазарын құлыптасын жаңадан қойып, үлгі істер жасалды. 5 ғасырдың ішінде Ақпан ұрпақтарынан батырлар елдің ағарту саласына үлес қосқан Ахун, Ишан, молдалар мен ұлағатты ұстаздар шыққан. Сонымен қатар көптеген емші, қасиетті сынықшылар өткен. Сондай-ақ жауырыны жерге тимеген палуандар мен қара қылды қақ жарған әділ билер, болыстар мен жомарт байлар өткен. Бұл туралы ақиық ақын жырау Ыбырайым Ахун Құлбайұлы Адай Келімбердімен Құдайке дастанында 4 арыс мынау Ақпаннан шеберлер де көп шықты. Үлгі алған ұстаздан бай жігіттер көп шықты. Ақтылы қойды айдаған мырзалар да көп шықты. Қазаны толық айнаған бей жігіттер көп шықты. Алқаға шығып сайраған ер жігіттер көп шықты. Алмас қылыш қайраған Алдияр Ишан Ақпанның табаны жолда таймаған ақ кәлемді аударған деп жырлайды. Жырда айтылған Ниязұлы Алдияр Ишанның жолын берік ұстанған көзі тірісінде елге әулиелігімен танылып, өзін мойындатқан өте тақуа молдадан болған, қасиетті зайырлы кісі болған. Алдияр Ишанның көріпкелдігі мен тәуіпшілдігі де бар екен. Ишан мазарындағы ағашқа психикалық ауытқуы бар адамды байласа, таңертең тәуір болатын көрінеді. Балалы бола алмай жүрген бедеу әйелге Алдияр Ишанның себебімен Алла бала берген. Алдияр Ишанның бабасы Айғұл молда Ақ мешіттегі Бекет ата мешітінің алғашқы ұстаздарының бірі болған. Алдияр Ишанның әйелі Әлім қызы сол уақыттағы қазақ ырымына байланысты жарақаттанған сарбаздың оғын түсірген. Оқ түсіру үшін Аллаға еріне адал, ақ некелі әйел ғана бара алады. Ол заманғы оқ деген жаралы адамды емдеп жаза алмаса, атақты адамның қызы немесе әйелі оқ деген адамның үстінен аттайды екен. Сол әжеміз аттап, жаралы адамның оғын түсіріп, аман алып қалған. Сонымен қатар, Ақпаннан көптеген діни сауатты молдалар Айғұл Жұбандық,
Яхуда ұлы Өмірзақ, Атаберді, Бөпеш, Жұбанияз, Ізмағамбет, Сәрсенбай, Смағұл, Қыдырмағамбет, Ыбырайым, Есназар, Тойғұлы, Жарылқасын, Шоңбай, Анапия, Өмірзақ, Садық молдалар өткен. Орта Азияға белгілі қасиетті сынықшы Берман Құлманбетұлының ерекшелігі өзінің білімін мойындатып, медицинамен бірге емшілік жасаған. Емшілігімен қазақ, өзбек, түрікмен, қарақалпақ елдеріне сыйлы тәжірибе емші, қасиетті сынықшы Ақшана сияқты қасиет иелері өткен. Сонымен қатар қазақ өнерін дамытуға өз үлестерін қосқан Бесенғали, Сағын, Есенғали, Ідрейіс жыршылар мен Қарағұл, Қауқанұлы Айтмағамбет сияқты күйшілер өткен. Сондай-ақ Ақпан ұрпақтарында жауырыны жерге тимеген алып күш иелері де жетерлік. Су ішсе 10 түйе қанатын тас астауды түйеге өз артатын Атамбекұлы Қайырғожа балуан. Бұдан басқа Нәдірғожа, Өтеген, Өтембет, Тілеумағамбет деген балуандар өткен. Ақпанда екі адамның бірі ұста шебер болған. Ақпаннан ұл туса, темірге күн туат деген сөздер ел аузында содан қалса керек. Ұсташылық өнері Ақпанның баласы Қаракүшіктен қалған дейді көне көз қариялар. Қаракүшік 13-14 жасында ұста дүкенінің иесі болған. Қаракүшіктен кейінгі атаңызға айналған ұстаның бірі жылы сұлы Мыңбай ұста. Мыңбай ата қыдыр көрген қасиетті, шаңырағына Хазіреті Дәуіт орнап, темір мен алтын күмістің ұстасы және зергер болған. Сондай-ақ Кенжеғара және Қаражан ұсталар 5 атар винтовканы қолдан жасаған шеберлер. Тұрниязұлы Бекмағамбет ұстаның дүкеніне 1945 жылы ұшақтың сынған қалақшасын алып, бір ұшқыш келеді. Ол заманда дәнекерлеу аппараты жоқ. Бірақ қалақшаны мінсіз біріктіріп берген ұстаның шеберлігін көріп, ұшқыш басын шайқай берген дейді. Кенжеғара Байділдаұлы, Ияғұл Тәңірбергенұлы, Шабай Тәңірбергенұлы, Төлеміш Шабайұлы, Құттымұрат Яғиұлы, Мұқан Қалдығұлы, Құдайберген Тәкібасұлы, Көнебай Сарыұлы, Аймағамбет Тәкібасұлы, Сабыр Сарыұлы, Жұмағамбет Қарағұлұлы, Ермекбай Бекпенбетұлы, Ержан Кенжеғараұлы, Айдарұлы Сапар сияқты көптеген ұсталар өткен. Осы жоғарыда айтылған ұсталардың барлығының балалары, немерелері мен шөберелерінің үйінде киелі төс сақтаулы. Ұсталар елді 5 қару және тұрмыстық заттармен қамтыған. Жаугершілік заманда жаудың соғыстағы бірінші стратегиялық мақсаты ұсталарды жою болған. Ақпан ұрпақтарының басқа руларға қарағанда аз болуының бір себебі де осы болуы мүмкін. Кеңес үкіметі заманында Ақпаннан шыққан ескіше де жаңаша да сауатты кісілердің бірі Таған Абылайұлы. Кеңес үкіметі заманында Қызыл армия командирі Чайдаковтың көмекшісі Хиуа хандығы аймағында ревком қызметін атқарған. Оның қарамағында көптеген ұлт өкілдері болған. Жергілікті халық оны Таған хан деп атаған. Жай халықтың арыз мұқтажын орындауға көп көмектескен. Кеңес үкіметінің діни сауатты молдаларды жою саясатына қарсы шығып, қамалған. Чайдаков араға түсіп қамаудан босап шығып, өмірінің соңына дейін ағарту ісімен мұғалім мамандығымен айналысқан. 2011-2019 жылдары Ақпан ата ұрпақтары Адай ата Отпан тау рухани тарихи мәдени кешенінде ұран отын жағып, Ақпан батыр құрметіне ас берді. Шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен ғалымдар, академиктер, қоғам қайраткерлері, саясаткерлер, тағы да басқа қонақтар келді. Алыс жақын шетелден ағайындармен қоса, сыр бойынан алтын анамыздың ұрпақтарының арнайы келуі көңілімізді бір қуантып тастады. Республика сахнасының сәні болған өнерпаздардың көпшілігі Отпантау етегінде келген меймандарға өнерден шашу шашты. Балуан күресі, аламан бәйге секілді қазақ тойының шырайын келтіретін спорттық жарыстар ұйымдастырылды.
Ақпан ұрпақтары 2021 жылдың 4 желтоқсан күні Ақтау қаласы Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғимаратында Батыр бабамыз Ақпан Келімбердіұлының 490 жылдық мерейтойына арнап, алашқа айбын болған Ақпан батыр тақырыбында республикалық ғылыми танымдық конференция өткізді. Конференцияға Қазақстанның түкпір-түкпірінен елімізге белгілі азаматтар, академиктер, ғалым, тарихшылар, ақын жазушылар, өлкетанушы және шежірешілер қатысты. Конференция облыстың бас имамы ата-бабалар рухына Құраны хатым бағыштауымен басталып, Ақпан батырдың өмір жолы, ерліктері, Ақпан атымен аталатын жер-су атаулары, ұрпақтарынан шыққан ұлы тұлғалар жөнінде баяндамалар жасаумен жалғасын тапты. Сонымен қатар, қазіргі таңда электронды парақшамызға Батыр бабамыз туралы деректер мен баяндамалар әлі күнге дейін келіп түсіп жатыр дейді Батыр ұрпақтары. 2022 жылы қазанның 19-ында Ақтөбе қаласы Сақтаған Бәйішев атындағы университетте ғылыми конференция болды. Бұл жиынға Ақтөбе облысының имамдары, республикаға белгілі тарихшы, академиктер мен профессорлар, шежіреші ғалымдар мен өлкетанушылар қатысып, болашақ ұрпаққа Ақпан батырдың ерлігін дәріптеу, алшын кеншін ұрпақтарының бір тудың астынан табылып, ауызбіршілігінің арқасында кең байтақ жерімізді ұрпақтарымызға аманат қалдырған жөнінде, Ор өзенінің бойындағы мазар Ақпан атамызға тиесілі екендігі жөнінде баяндалды. Сонымен қатар, Ақпан батыр ұрпақтары Батыр бабасына ақ күмбез тұрпат мазарын тұрғызу жоспарымен де бөлісті. Сондай-ақ, облыс көлемінде Ақпан атамыздың ерлігін дәріптеу мақсатында ұрпаққа үлгі игі шаралар, көптеген спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Маңғыстау облысы Қарағай ауданының Жабайұшқан тауының етегінде Ақпан қорымын қоршап, белгі қойып, ата рухты разылық үшін ас садақасы берілді. Бейнеу ауданының Сам құмы, Шағырлы бетіндегі Ақпан үйгі қорымында мәрмәр тасқа қашалып жазылған белгі тасы қойылып, ас садақасы таратылды. Сонымен қатар Ақпан ұрпақтары Батыр бабасының ерліктері мен өнегесін өскелең ұрпаққа дәріптеу мақсатымен жас өнерпаздар арасында музыкалық аспапта ойнау, мәнерлеп оқу, жас ақындар сайысы сияқты көптеген байқаулар ұйымдастырды. Егемен қазақ елінің көркейіп, өркендеп өсуіне Ақпан батыр ұрпақтары да еліміздің түкпір-түкпірінде өз үлестерін қосып жатыр.